Бәріңе сәлем, сендермен бірге Диас Базарбай. Бүгінгі видеода сендерге ескі контентім тастаған жайлы айтамын, және алдағы сайлау жайлы айтатын болам. Менің болашақ YouTube'дағы контентім жайлы жалпылама айтып түсіндіріп берем. Ендеше видеоға лайк басып, арнаға жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше мен видеомды бастаймын. Өздерің білесіңдер, арнада көптен бері видео шықпай кетті. Көптен бері ешқандай сообществода, видеода да ешқандай жаңалық жоқ. Өйткені менде өзімнің жаңа контентімді ойластырып жатырмын. Яғни бұл политика жанрындағы контентті мен сәл де болсын азайтамын. Өйткені барлық видеоларға дәл осындай политика жанрында видео түсіру мен үшін жасыма сай келмейді деп ойлаймын. Білем, барлығын сол жанрға үйреніп қалыңдар, бірақ алдағы уақытта сендердің көңілдеріңді көтеретін контенттер ұйымдастыратын боламын. Чат рулетка жайлы, немесе пранктар, немесе басқа да видеолар, ақпараттар жайлы видеолар түсіретін боламын. Ал политика жанрындағы видеоларды трендте тұрған тақырыптар жайлы, немесе өзекті болып жатқан, халық арасында резонанс туғызып жатқан тақырыптар жайлы қозғайтын боламын. Ол тақырыптар арасында қозғалуы мүмкін. Көп қозғалмайды, енді айына бір немесе бір трендте тұрған тақырыптар болса, мен оны қозғаймын. Ол жайлы өз ойымды жеткіземін. Мен сендерге айтатыным сол. Ал ендеше алдағы болатын сайлау жайлы айта кетейін. Мен бұл сайлауға қатыса алмаймын, өйткені менің жасым 18 емес, менің жасым 16-да. Сайлау жайлы жалпылама түсіндіріп, барлық телеканалдарда, барлық жерлерде біраз 70% бөлігіне Нұр Отан ұнайды екен. Яғни Нұр Отан партиясы ұнайды екен. Бұндай ақпараттарды көптеген арналар таратып жатыр. Менің ойымша, ондай емес секілді. Халыққа басқа да партиялар ұнауы мүмкін. Алдағы уақытта бізге партиялар басқаратын билік келе жатыр. Яғни билікте үлкен революция келе жатыр. Сондықтан бұл дауыс беруде ешқандай қателікке бой алдырмаңыздар. Барлығын егжей-тегжейлі ойланып, барлығын өздеріңіздің ақылдарыңызға немесе жүректеріңізге сеніп дауыс беріңіздер. Бара салып біреуге дауыс бере салу деген болмайды. Қазір кезде қазақтардың көзі ашылған. Ол президент сайлауында болсын, басқа да сайлауларда болсын, ол белгілі болып қойған. Президент сайлауында халық көтеріліске шығып кетті. Ол халықтың көзінің ашылғанды деген сөз. Алдағы уақытта әлде де ашылады деген ойдамын. Өйткені қазір халық арасында үлкен сайлау жайлы дүмпу әңгімелер орын алып жатыр. Сондықтан бұл сайлау әділетті өтеді деген ойдамын. Ендеше сіздерге сәттілік, маған да сәттілік. Ендеше жаңа контентті қабыл алады деген ойдамын. Сау болыңыздар.